Қайырлы күн оқырмандар, қалайсыздар? 3 күннен бері талқыланып жүрген Бадықова мен оның экс-күйеуі туралы айтқым келіп отыр. Психолог ретінде барлық психологтар осуждать етіп жатқан. Сіздер осуждать етіп жатқандарыңызды білмейсіз ба? Блогерлер, неге біреуді осуждать етесіздер? Сіздер киноны разбор жасап жатқан жоқсыздар ғой. Киноны разбор жасаңыздар жарайды. Кинода белгілі бір оқиғаны кейіпкерлер сомдап жатыр. Ол кезде сіз жеке шекарасына өтпейсіз адамның. Мына өмірде осындай жағдайлар болады деп көрсетіп жатыр, кинодан алатыны бар, түйетіні бар, түйетін адамға алмайтын дүниелер бар. Ал енді бұл жеке біреудің өмірі ғой. Жеке шекарасына қатты кіріп жатсыздар ғой. Неге оқырмандарыңызды өсекке әуестендіресіздер? Бұл таза өсек қой, соны білмейсіздер ма? Иә, адам шатасады, шатасқан екен, қателеседі, қателескен екен. Екеуінен де бар шығар мүмкін. Біз осуждать ететін, біз соттайтын кімбіз? Бумеранг заңдылығын ұмытпасаңызшы. Не болды соншама? Пікір жазып жатқандар. Сіздер идеальнысыздар ма? Мен ол жасты да, Бадықованы да, оның күйеуін де жақтамаймын. Еш қайсыныкін дұрыс деп айта алмаймын. Бір Алла төреші. Ертең ақыретте кімнің жағдайы қандай болатынын біз білмейміз. Дәл сол кісілердің жағдайы сіздің басыңызға келмейтініне кім кепіл? Сіз бүгін осуждать еттіңіз. Бүгін өте жаман ол кісілер туралы пікір жаздыңыз. Ертең сіздің басыңызға, сіздің балаңыздың басына келмеуіне кім кепіл? Менен де сұрап жатырсың пікіріңіз қандай деп. Ешқандай мен пікір айта алмаймын. Ол да бір Алланың пендесі, екеуі де. Олар да шатасады, қателеседі. Қателіктер бар әрине. Мүмкін халыққа айтпау керек пе еді? Халыққа айтылған соң әркім өзін ақтайды ғой. Ой, мен ақталу үшін айттым, мен осылай жамандап жатыр деген сияқты. Ол да бір қателіктері. Сол үшін біз кіре алмаймыз олардың жеке шекарасына, жеке өміріне, болмысына тиісе алмаймыз. Тіпті сіз киноны разбор жасаған кезде де ана адамның жеке басына тиісе алмайсыз. Оның болмысына, семіз екен, арық екен, осындай екен, табақтай деген сөздер. Не сөздер? Соншалықты біз төмен деңгейдеміз ба? Қашан өсеміз? Қашан болашаққа арман мақсатымызға уақыт арнаймыз? Біздің өміріміз өсекпен кетіп қалып жатқан жоқ па? Осы жөнінде ойланып көрсеңіздер.